Сәлем достар, біз бүгін осындай өте дәмді болып шығатын личо салатын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы рецептпен өте дәмді әрі оңай болып шығады. Мен ингредиенттердің көлемдерін видеоның астына жазып кететін боламын. Осылайынан бірінші пиязымызды 3-4 минут қуырып аламыз. Кейіннен мясорубкадан өткен сәбізімізді салып, тағы да 5-6 минуттай қуырып алатын боламыз әбден. Видеодағыдай осылай банкамызды стерилизовать ететін боламыз. Кейіннен бұрыштарымызды қатты майдаламай, осындай орташа көлемде турап, пиязымыз бен сәбізіміздің үстіне салып қуыратын боламыз. Тағы да 5-6 минут қуырасыздар. Кейін осындай майда бұрышымызды салып, араластырып, мясорубкадан өткен помидорымыздың үстіне бұрыштарымыздың барлығын салып шығатын боламыз. Кейіннен бетін жауып, орташа отта 35 минуттай қайнататын боласыздар барлығын. Дәміне қарай ас қасықпен қант, тұз салатын боласыздар. 35 минуттан кейін осындай чеснок, укроп, яғни дәмдеуіштеріміз салып, ірі қара бұрыш қалауларыңыз бойынша саласыздар. Және де лавровый лист салып, бетін жауып, тағы да 15 минут қайнататын боласыздар. Кейін мен 6-7 таблетка аспиринді майдалап, соңында қосып араластырып жібердім. Осылай біздің салатымыз дайын болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қыздар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.